Біз күнделікті қолданатын микротолқынды пешіміз ескіріп, тамақ жылытсақ ішінен иіс шығып, тазалауға мүмкіндік болмай жата ма? Үй жағдайында қарапайым тәсілмен 5 минуттың ішінде микротолқынды пешті тазалау әдісімен бөліссем деймін. Ең алдымен бізге қажет су және сірке суы, сонымен қоса асханада қолданатын сүлгі болса болғаны. Ең алдымен су мен сірке суын бірдей мөлшерде ыдысқа құямыз. Егер үйде мөлшерлеп өлшейтін ыдыс болмаса, жай ғана көзбен өлшесеңіз де болады. Суға сірке суын араластырамыз. Екінші амалы, ол қыстың күні ең көп жейтін мандариннің қабығын қолдансаңыз болады. Қазір мен төменде көрсететіндей, сірке суында мандариннің қабығымен жасаған амал сияқты бірдей жасасаңыз болады. Мандариннің қабығын және сірке суды салатын арнайы микротолқынды пешке арналған ыдыс болса, әрине жақсы. Болмаса, еріп кетпейтін ыдыс қолдансаңыз болғаны. Ең алдымен мандаринді қабығын ашып, қабығын бөлек ыдысқа салып, ал мандаринді жеп алсаңыздар болады. Мандариннің қабығын немесе сірке суы салынған ыдысты микротолқынды пешке салып, 3 минуттен 5 минуттай салып айналдырсаңыз болғаны. Осы кезде мандариннің қабығына кішігірім су қосып жіберсеңіз тіпті жақсы. Микротолқынды пешті 3-5 минут уақыт ішінде араластырып, уақыт біткеннен кейін пешті ашсаңыз болады. Микротолқынды пештің іші буға толып тұрғандықтан, уақыт біте сала бірден сүртіп тазалауға асықпаңыз, себебі қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сәл уақыт өткеннен кейін арнайы асхана орамалымен сүртіп тастасаңыз болады. Ал егерде микротолқынды пештің ішін жақсылап сүртуге ерінсеңіздер, болмаса уақыт жоқ болса, онда жай ғана микротолқынды пештің иісін кетіруге де қолдануға болады. Мандариннің қабығын микротолқынды пешке айналдырсақ, қабығы өте ылғалдана бастайды. Осы ылғалданған мандарин қабығынан шыққан бу микротолқынды пештің иісін кетіре алады. Қыстың күні барлығымыздың үйімізде мандарин жейтін болғандықтан, қабығын тастамай, осылай пайдалы қолдансақ, таза әрі иісі шықпайтын микротолқынды пешті қолдана аласыздар. Қазірге дейін сіздермен бірге бақыт кілті. Рахмет!